Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Мен бүгін ағамның үйіне қонаққа келіп отырмын. Сол сұхбатымызды тамашалаңыз. Ассалаумағалейкум, аға. Алейкум ассалам рахматуллахи баракатух. Қалайсыз аға? Көптен бері сізді көрген жоқпыз, сағындық. Шымкентте болдыңыз ба? Қашан келдіңіз? Осы келгенімізге бір 10 шақты күн болды. Мынау Төле би ауданы, Түркістан облысының Төле би ауданы деген аудан бар. Сол ауданнан 30-дан астам СССР суретшілер одағының мүшесі шыққан. Оның ішінде жаңағы ұстаз, сол суретшілердің суретші болуына мұрындық болған, жетекші болған Тоқболат Тоғысбаев деген ағамыз. Ол дүниеден өтіп кетті. Ол кісінің барлығы біледі, барлық суретшілер. Оның кейін жаңағы Құрасбек Тыныбеков деген азамат, ол бірге оқыдық мектепте. Ерболат Төлепбай деген суретші, бүкіл қазір әлемге әйгілі. Сол сияқты мынау Құттыбек Жақып деген ініміз қазір керемет дүниелер жасап, әлемдік деңгейге көтеріліп жатыр. Сол сияқты жігіттер көп. Сол Төле би ауданында кішкене демалып, сол жерде менде Алланың құдіретімен өз уақыты келді ғой деймін. Өнер үйін салып жатырмын, 2 этажда. Алла нәсіп етсе, келесі жыл бітіремін бе деген ниет бар. Дұрыс аға, өте қуаныштымыз. Өнер атам қазақ әр уақытта өнерді үйренде жирен дейді. Өнер әр уақытта адамды өріске шығарған. Өнердің ең үлкен шоқтығы мынау жалған әлемде, әлемнен рухани әлемге жалғастыратын бір құдіретке ие өнердің күші. Сол өнер екінші әлем, руханият әлеміне жалғасқан кезде ол сұлулық деңгейіне көтерілді деген. Красота спасет деген. Сондықтан жаңағы сұлулық дегеніміз ол әлемді, адамзатты, ғарышты, ғаламды құтқаратын құдіретке болады екен. Міне сондықтан біз Абайды 175 жыл болды, әлі Абайға кіре алмай жатырмыз. Неге? Өйткені Абайға кіру үшін Абайдың деңгейіне көтерілу керек. Оның деңгейіне көтерілу үшін сен нәпсіңді тыйып, өзіңді толыққанды адам деңгейіне көтерілуің керек. Сол сияқты Құрманғазының күйлері, ол бабамыз өзінің тірі кезінде сол күйлерін тартқан кезде қандай ауру болмасын, адамдардың аурулары емделіп кете беретін болған. Абай да өзінің өлеңдерімен, қара сөзіменен әлі күнге дейін Абайға кім терең кірген болса, Абайдың жазып кеткен қара өлеңі, қара сөзі ол адамның ішкі дүниесін өзгертеді. Бір жиында сахабалар сұрақ қояды Мұхаммед пайғамбарымызға: мұсылман деген кім дейді? Сонда жаңағы пайғамбарымыз былай деп жауап берген екен: менің ібілісім мұсылман болды деп. Сонда мұсылман деген ат, мұсылман деген деңгей, ол адамның өзінің нәпсісін жеңіп, тек қана адамзатқа жақсылық жасайтын деңгейге көтерілетін бір өзінің жаңағы деңгейі ғой деймін, сәті. Тамаша. Сондықтан тамаша түсіндірдіңіз. Қазіргі кезде сол өзі мұсылманмын дейді, бірақ істеп жүрген тірлігінің барлығы
оған қайшы. Неге? Өйткені нәпсінің жетегінде жүр. Жалпы қоғамда осы бір процесс жүріп жатыр қазір. Бұны жаңағы квантовый переход дейді. Квант өткелі дейді қазақша. Квант деген кейде сұрайды адамдар, бәке, квант деген не өзі? Мәселен, біз Құранда, хадистерде жазылып тұр. Алла бүкіл әлемнің нұры дейді. Бүкіл әлемге нұр беруші дейді. Бүкіл тіршілік атаулысының Раббы дейді. Міне сол нұр бірінші молекула деңгейінде адамзатқа таралады. Екінші атом деңгейінде, үшінші ядро деңгейінде, төртінші фотон, бесінші лептон, алтыншы адрон деңгейінде адамзатқа тарайды. Осыны көп түсінбейді деймін. Ал енді жетінші деңгейі ол квант екен. Ол бөлінбейтін деңгей. Сонда көрдіңіздер ме? Жаңағы Алланың нұры 6 деңгейден адамзатқа, адамның ізденуіне байланысты беріледі екен. Ал 7-ші квант ол бөлінбейтін, нұрдың бөлінбейтін бір деңгей екен. Енді оған ие болған адамның аузы дуалы болады екен. Ол адам бір жақсы сөз айтса, бата берсе, жақсы тілек тілесе, сол Алланың қалауыменен орындалып кететін көрінеді. Қабыл болады. Міне біздің бабаларымыз осындай болған. Сол бабаларымыз жүрген жерге шөп шықпайтын жерге шөп шығып кететін болған. Неге? Өйткені мынандай хадис бар. Пайдалы ілімдерді үйреніп жүрген адамның күнәсінің кешіруіне теңіздегі балықтар, жердегі барлық өсіп тұрған өсімдік, шөптер, ағаштар Алладан мына пәндаңның күнәсін кешір деп сұрайды екен. Міне сондықтан біздің ата-бабаларымыз мұсылман дегеннің кім екенін білген. Сөйтіп күндіз түні адамзатқа пайдалы ілімдермен айналысқан. Ал пайдалы ілімдер арқылы пайдалы заттар жасаған. Мені киіз үй жасап шықты. Біздің ерамызға дейінгі 5-ші ғасырда, одан да бұрын. Бұл киіз үй дүние жүзінде, әлемде бұның кереметтілігін Америка зерттеп, қазір 25 предприятие Америкада жаңағыдай современный киіз үйлер шығарады екен. Жиналып, ашылатын, машинеге тиеп кете беретін. Сондықтан біздің бабаларымыздың жолы, үлкен жол. Ал енді сол киіз үй жаңа сұлулықтың бір көрінісі. Енді киіз үйдің іші бар, сырты бар, жаңағы алаша, басқұр, сырмақ, жаңа киіздермен қаптап, ана киіз үйді жандандырып жібереді. Міне соны біз жасайтын біздің аналарымыз. Менің анам алаша тоқитын, кілем тоқитын. Ол кезде ауылда тұрамыз, Қазығұртта. Ол кезде адамдардың арасындағы мынау ынтымақ деген, бір-біріне деген мейірімділік, бір-біріне деген туысқандық, бір-біріне деген адамгершілік өте күшті болады. Сонда өлең айтып отырып, алаша тоқып отырады. Мен қасына келем. 4-5 жастамын. Ана, мына оюларды қайдан аласыз деймін. Алла береді балам дейді. Алла қайтып береді. Балам ғайыптан береді. Көрсі? Сонда міне сол ғайыптың жаңағы жолына Аллаға деген құштарлық арқылы, Аллаға деген махаббатын ояту арқылы Алла тағала ғайыптың энергиясын ашып беріп отыр ғой анамызға. Міне қазір осы нәрсе
Құдайға шүкір, кім қолөнермен айналысады, ғайыптан адамның денесіне бір күш кіреді де, адамның қолы анау жаңағы сырмақ істейді ма, киіз басады ма, болмаса кілем тоқиды ма, алаша тоқиды ма, уже жаңағы мастерлердің қолдарын алтын қолға айналдырып жатыр. Енді осы мәселені Өзбекстанда өте қатты қолға алған, Әзербайжан қатты қолға алған. Бізде де мастерлер өте көп. Енді осыны біз қанша жыл болды айтып келе жатқанымызға, осындай орталықтар ашу керек, жастарды тәрбиелеу керек. Ол бар, бірақ жаңағы жоғарғы деңгейде әлі қабылданбай жатыр. Ал мына Өзбекстан бұл мәселеге өте көңіл бөліп, олар жаңағы Самарқан, Бұхараға барып келген адамдар біледі. Ол жақта туристердің қандай жағдайда болып жатқан, бүкіл дүние жүзінен келіп жатқан туристер керек жаңағы сыйлы заттарды алып елдеріне кетіп жатыр. Өнердің неше түрлін олар жасайды, бізде де жасайды. Адамдар бар қазіргі кезде. Енді мен Аллаға шүкір деймін, сол жаңа қажылыққа барып, 12 жылы қажылыққа бардым. Сол қажылыққа барып келгеннен кейін менде бір ерекше бір ішкі дүниемде өзгерістер болды. Сол өзгерістер қазір сол енді негізінде мен 86 жылдан бері жаңағы шәкірттер дайындап келе жатырмын. Мына осы өнер саласында. Ал енді 12 жылдан бастап бұл бір ерекше бір сондай әдістемеге айналды. Қазіргі күнге дейін жаңағы осы әдістемен жүргізіп келе жатырмын. Мынау алдымызда тұрған сызбалар 70 жастағы бұрын педагог болған бір Мариям деген анамыздың жасаған жұмыстары. Өз намаз оқиды, кілең намаз оқитын, кілемдерді салып тастады. Жайнамаз. Сонда бұны шетелде мен осы әдістемені Швейцария, Германия, Францияда, Ресейде көрсеттім бірнеше жыл бойы. Олар өте терең бұл нәрсеге кіреді. Мынау дейді, жоғарғы руханият деңгейімен байланысқа кірген, сұлулық деңгейіне кірген адамның жасаған дүниесі дейді. Сонда бүкіл Алланың сый-құрметі бізге деген, біздің қанымызда тұр. Ол әкеміз жағынан иман арқылы келеді екен, жеті атамыздан. Анамыз жағынан жоғарғы сана дейді, әкеміз жағынан түп сана, анамыз жағынан жоғарғы сана, үміт арқылы біз ғарыштық энергия жалғасады екенбіз. Осы иман менен үміт бізбен жалғасқан кезде махаббат арқылы рухани күш бізді күндіз түні жоғары жақтан бізге рухани күш келіп тұрады екен. Сонда рухани күш сіздің жасаған жаңа картина саласыз ба, болмаса сырмақ сырасыз ба, құрақ құрайсыз ба, соларға анау рухани күш кәдімгі сіңеді. Сөйтіп ол дүние кәдімгі кеңістікті тазартатын бір күшке айналады. Менің анам да айтатын, балам, менің мынау алашам үйді тазартады, адамдарды тазартады келген дейтін. Менікі де сөйтемі деген, балам, сенікі де сөйтетін болады дейтін. Міне сол анамның сөзін періштелер амин деді ме, әйтеуір. Міне қазір 73-ге келдік. Осы өнердің соңында адамдарға дәріс берудің жолында жүрміз. Сондықтан дәл қазіргі кезде мынау адасушы семьяда бір-бірінен ажырасу, сосын барып қыздарға қырық жерден тиым салынбау деген мәселелер қазір біздің қоғамымызда өршіп тұр. Өйткені
кәдімгі біттім деп келген адамдар, мен 3 күн сабақ берем. 3 күннің ішінде Құдайға шүкір, көздері жарқырап, беттері қызарып, аға мынау қандай керемет деп кетеді. Сөйтіп қазір ішкі дүниесі өзгереді. Ішкі дүниесі өзгереді, иман кіреді біріншіден. Ата бабасының жолы ашылады. Ана жақтан үміттің жолы ашылады. Үміт аймен байланыста тұр, ал иман жермен байланыста тұр. Бірінші адам атаны жерден жаратты ғой. Сондықтан иман жермен байланыста тұр. Күнде махаббат тұр. Ол бізбен байланыста тұр. Міне тек Аллаға деген махаббат арқылы ғана біз ата бабаларымызбен иманды қабылдай алады екенбіз. Ана жағымыздан үмітті қабылдай алады екенбіз. Осы үшеуі біріксе ғана астарлы ақиқат ашылады екен. Оны дүние жүзінде астралин тело дейді. Бір күні Әнет бабамыз бір жиында отырса, баяғы заманда, жан жағына қарап бірдеңені іздеп жатыр дейді. Сөйтсе бір жігіттер келіп, о баба, не іздеп жатсыз, біз тауып берейік деп айтады ғой енді бабамызға. Сөйтсе өзімді іздеп жатырмын деп айтады дейді. Сонда өзім деген жаңағы астральный, астарлы ақиқаты, астралин телосы, жаңағы нұр. Кәдім Әнет бабамызбен байланысты нұр, ол уже аяқты адамдарды емдеп жүр. Қазірде қоғамда сондай адамдар бар. Бірақ оларды біреу түсінеді, біреу түсінбейді. Бірақ олар оған қарамайды. Сен түсінесің бе, түсінбейсің бе, оған қарамайды. Ол адам келіп сөйлегеннен бастап, ана жерде ортада өзгеріс бастала береді. Неге? Өйткені Алла тағалам қазір адамзатты құтқаруға, жерді құтқаруға, жер ананы, ғаламды құтқаруға бар күшін салып жатыр. Сондықтан өзінің сүйген құлдарын оятып жатыр қазір. Мынау әсіресе туылып атқан балдар бар ғой. Жаңағы детейін дейгі деп жатыр ғой енді оларды. Кәдімгі 10-12 жасар балдар бір келгеннен отырып мынандай кереметтерді салып кете береді. Қандағы ақпарат бірден оянады. Қандағы ақпарат? Қандағы ақпарат? Жаңағы сенім, үміт, махаббат оянады. Адамның қанында қазір ғылым зерттеп отыр. Бір тамшы қанды тамызып, әлгі қазір сондай аппараттар шыққан, пәленбай есе үлкейтетін. Ана үлкейткен кезде қайран қалады ғой. Бір жақсы музыка қойса, ана қандағы жақсы күштер оянады екен де қандағы жаман күштер жек қояды. Сонда жаңағын үлкейткен кезде қараса, барлығы сағаттың механизмі бар ғой, сол сияқты дүниелер екен. Бірін-бірін қозғайтын, бірін-біріне қуат беретін, кәдімгі тоқтамай қимылдайтын дүние екен. Ал енді солар қай кезде ойнады? Егер сіз жақсы музыка тыңдасаңыз, жақсы сөз естісеңіз, көрдіңіз бе? Міне сондықтан біздің арамызда осы нәрсе қазір күшею керек. Мейірім, адамгершілік, мына болашаққа деген үміт деген сияқты дүниелер. Сондықтан Аллаға шүкір болашақтан үміт бар. Өзімнің немерелерімді, өзімнің балдарымды көріп қайран қалып отырмын. Неге? Өйткені қазір туылып атқан немерелер, олар уже Алламенен байланыс болып туылып жатыр.